шығарып жатыр. Бірақ енді жас қой. Бізге қарағанда жас, аналарға қарағанда сақа. Ереймен таудан келіп отырған Ерлан Дәулет деген бауырымыз. Анау қиқулап қатты шапалақтап отырсаңыздар ма, Ерлан Дәулет сол теппен шауып отыратын ақырында. Ал кешегі сал серілердің сарқыты Сарқытбек Нұрдыбекұлы Бурабай. Екеуді төбелестіріп келіп жатсам, біріңді қазақ бірің дос дейді. Енді қалай? Біріңді қазақ бірің дос, көрмесең істің бәрі бос. Абайдың. Бірақ енді бұған қарама-қарсы айтсыңдар екеуің. Бір-біріңді аямаңдар, бос көрмеңдер. Бұдан кейін көріспейтін қылыңдар ал. Шап. Сайланып келген Сарқытбек демеймін саған жаным өш. Айтысыма сән беріп, апамның күрең шайындай сөздеріңе тары қос. Сары күздей жеміс бер, жер жоқтығы көкшені сағынып келген сары досай. Алтын толған үстімен асты кілең, алтын күн жеріңе нұр шашты білем. Ақмолам асыраған астығы мол, қазақты табысының тасқынымен. Биыл 7 миллион тонна астық жинап, Алаштың абыройы асты білем. Мақтауға лайықты Марат әкім рекордтық жаңылмаған дәстүрінен. Жасасын ауылдағы диқаншылар жерімнің май суырған расты күнен. Маңдайдың терін сауған диқандарым шыңдалған шын болаттай жас күнінен. Белгия, Эстония астық сұрап келіскен облыстың бастығымен. Армысың Ақмоланың асыл жұрты Европаға жол салған астығымен. Ау жиналып облыстың ақындары, жыр айтып шамасынша жатыр бәрі. Соқадай соққы берсем солқылдама, Сарқытбек сөздің керек батылдауы. Құрдасым бидай өңді жігіт едің, жүзіңді көрген жұртың мақұлдады. Айтыста комбайн деп мұна мені таңдайы көп ақынның тақылдады. Ағайын бір құйқулап қойыңыздар, кең түрдім жырданғымыз сапырғады. Сары бидай секілді Сарқытбекті кеп тұрмын комбайндай жапырғалы. Ал Сарқытбек жарқыраған алтынбысың, сақтаған саңлақ едің салтымдышың. Бурабайдан көшіпсің Астанаға, Елорда тұрғыны боп паң тұрмысың. Хан шатыр бәйтерекке күнде шығып, көшіп кешкендей жымыңдайсың қан тұрмысың. Сен жүрген сол қаланы суық деушет, көрейін жылыңысың салқынбысың. Шынында сары бидай секілдісің, жимаған дәруменің әр түрлісің. Сарқытбек сарқыт болсан қуанам ғой, кеп тұрған қуантуға қалқымдышын. Таңдайы тақылдаған өлең десе, маңдайы өзімсіңді жалтырмысың. Берейін кезегіңді Сарқытбегім, көрейін сарқытбысың, сарқынбысың ай. Алсам ары биік алталаштан, шапағат құшақ ашар шар тараптан. Сар бидайды жапырғалы келдім дейді, татымды сөз айтқандай тай таластан.
Құрманғазы сарыарқа күйін чертіп даланың тамырына қан таратқан. Тінейдің сарғысындай асасақтың қансонарда аңылер арқа жақтан. Мен сондай сарылардың сарқытымын, сағысынбай жүретін салтанаттан. Сар бидайға халықтың қарны тойса, сыбағасын жегендей хан табақтан. Сарылардың қасиеті осы емес пе, күнге тағзым еткендей алқар аспан. Ассалаумағалайкум көкше жұрты, қиянат жасамауды арзан асқан. Сіздерді расында жақсы көрем, жазсам да өмір бойы қанша дастан. Тоңса да сақылдаған сарыаязға, ақындарға құшағын айқар ашқан айқай ақын. Қанбайындай келдім дейді жабырғалы, осы сөзбен тұрсың ба қатырғалы. Сөйлесе жаны дәстүр, қаны қасқыр, атақты ақын осы қасымдағы. Мен сізге қарағанда бақыттымын, шашымда артығырақ басымдағы. Сен маған көрінесің таудай болып, аламанда бәйген ал талмай желіп. Біріңді қазақ, бірің дос десе абай, мен сізге орғазбаймын жаудай болып. Қырмандай жалтыраған басың анау, шаба бер қанатыңды талмай керіп. Жел ұшырып кеткен бе бар шашыңды, басыңның жартысы тұрмаңдай болып айқай ақын. Ал сөзіңді сарылардан кестеледің, қалмай ма елесінде есті өлеңің. Кенесары ұрпағы емес педім, сен сарыға мен қалай дес беремін. Шашы жоқ сенен көрі бақыттымын, дегенмен артпайды ғой еш беделің. Бірің қазақ, біріңді дос көрмесең, білесің абай бәрі бос дегенің. Мақтанар жұрт алдында жүн-жұрқамен, әй бірақ сендей болмас дос дегенің. Мардымды өлең таппай маңдайды айттың, егерде шашың болса не істер едің. Өспеген өлең етіп шашыңызды, өреңнің көрсеттің ғой, өспегенің ай. Ал тәуба ғой бергеніне енді Алланың, шаштан боп чаршы топта кем қалмадым. Басыңның жартысы маңдай болып, кетіпті деп кекетіп сен болмадың. Жасымның тең жартысы маңдай болса, ол менің маңдай алды ер болғаным. Халық бәрін біледі, айтпасам да, алыптардың маңдайы кең болғаным ай. Ал кең маңдай кеңдігімнен белгі берген, бұл маңдай талай дауыл жерді көрген, желді көрген. Мұна менің шашы жоқ маңдайыма, көкшедей көз тоймайтын елді берген. Дихандар маңдайының терін төгіп, таудай астық жинайтын төрді берген. Мұна менің шашы жоқ маңдайыма, орманды бурабайдай жерді берген ай. Ау жар болсын жан құртасын қақта қала, жеттің бе жекпе-жекке атқа қона. Астанаға көштім деп мақтанушең, жеткендей жымын қағып таққа жаңа. Астанаң жерінде ғой Ақмоланың, жеткізген бар қазақты баққа дара. Сарқытбек Астанаға сен бармадың, Астанаң өзі келген Ақмолаға. Жер от киел өлкен әрлаймағым, жұртым үшін жасайтын әр байламын. Көкшетау топырағында қасиет бар, жеңіспен желбіреткен хан байрағын. Кенесары
сары аңсап кеткен азаттықты сұм заман бастан ұрып шәужайладың. Аққан жас кесілген бас төгілген қас, естен кетпес сартап боп сарғайғаның. Қасымда сол төренің ұрпақ отыр, жекпе-жекпен өткізген әр майданын. Шашың түсіп қалса да басың аман, ерлан досым бесел екен маңдай бағын. Көкшенің көлдей көңіл көрермені, жанымның жайлауына жаз жайладың. Төренің төрт отырған ұрпағына, тұлпардың тұяғы деп айғайлағын айқаяғы. Ереке жөнің жоқ қой шалды қатын, хан баласы жалғайды хан мұрасын. Кешегі сенің бабаң тарихта олжамен байлап келген қанжығасын. Жер шарының жартысына әмір берген жауының сорғалатып қанды жасын. Қазақтың маңдайына тиселі жер ұшса құстың қанатын талдыратын. Отырғандай мынаның іші кейіп, бірақ та жағдайын түсінейік. Маңдайыңа бурабайдай төрді берсе, көкшедей тарқан көңіл елді берсе, құрметтеп біз атынан түсірейік. Маңдайыңнан жатқа кеткен жерлер азба, енді қайта қалмасын кішірейіп айқаяғы. Шындықтың құны қымбат, шыңға барған, уақыт бізбен сізді шыңдап алған. Астана Ақмолаға өзі келсе, жатқаны ішіндегі тула барман. Астананы суық деп, мұзғала деп, адамдар көп табылды шырғалаған. Мына сөздің астарын түсінендік, ордамды сақта Құдай қирағаннан. Биіктікке ұмтылған қыран құстар, жұмыртқасын құздағы мұзға жарған айқаяғы. Ал енді жырдаңғымыз сабырыңыз, көкті тіреп тұрғандай ақылыңыз. Ертіп жүрген шәкіртіңді өзің алдың, тайға жаңа тигендей тақымыңыз. 30-дан асып барып, отау тіктің, оқушыңа жеткен соң батылыңыз. Өзі сүйсе өзгені аямайтын ағайын осы болады батырымыз. Жаңылды жаңылмастан жар етіпсің, аман ба үйіңдегі қатыныңыз айқаяғы. Оқушысын алған деп қыспақ қалып, жетердей желпінесің ұшпақ қанып. Қатының аман ба деп тас еткіздің, тастағандай тамаша істап қарып. 20-дан асқанда жар еткемін, әулетінен батамен рұқсатты алып. Абай сөзін екі етпес ерлан едім, бағыт бағдар бергесін нұсқап бағып. Абай мен Айгерімде жас айырма, 13 жас дегендерек ұстаттанып. Өнер ғой тектілерді табыстырған, бізде солай табыстық тұш жатпадық. Болмасаң да ұқсап бақ деген Абай, болмасам да келемен ұқсап бағып ай. Ал төренің өр бабасы жошы болар, Сарқытбек төрелерді есін алар. 300-дің басын қосса аталарым, қазақтың алға тартқан көшін олар. Айдақар мен аюдың тілін тауып, Абылай жасапты ғой тосын амал. Бұл маңайда төренің киесі бар, Бурабайда атамның қосы да бар. Қан кене қазақ үшін жанын берген, жасындай ертіспенен есіл ағар. Соларды ұмытпаған жан екенсің, күйініп дұшпан сүйініп досы қарар. Төренің тұқымының досы болсаң, төбең көтке жеткені осы болар ай. Қасымдасың сен менің, жүректерді тербедің, алтын
алтын жүрек ерлерім жасай берсін мәңгілік есімдері жаңғырып диқан туған ерлерім Көкшетаудан бұзбасын татулықтың өрнегін тақырып болған ұлабай тасқа біткен қынадай тарқытпедім сөйледім қағылып жатқан сынадай жасай берсін бірлігім алға тартып тірлігім басын қосқан 300-дің Абылай туы құламай ал болды ма көзің алды бұлдыр елес болғаннан сақтас екен күлді көмеш өзіңді мен астыққа теңеп едім желге шашың ұшқан деп қылдың егес одан соң шәкіртіңді жар еттің деп алдымнан шығардың ғой түрлі белес абайдай берекенің сөзін айтшы беретіндей халыққа үлгі кеңес айдаланың киесін жырласаңшы сайрағанның барлығы бұлбұл емес қанаттының барлығы қыран емес тұяқтының барлығы дүлбүл емес неде болса аман бол ақ құрдасым қалжың сөз қанжардай қып тілгіл емес біреудің басыменен жарым жырлау бас дейтін адамның тірлік емес Ерлан бастаған Сарқытбек сенен соны аяқта маңдайдан бір ұрыс оймен тоқтаса айтсаңшы түбі терең татымды өлең бетпе-бет келіп тұрсың ақынменен абайдың шапанына тығыласың көмескіде жатқандай асыл денең адамның қасиетін абай атам ыстық қайрат жылы жүрек ақыл деген хатым деген сөзіңді қатты айттың деп сен маған жауап бердің ашуменен қағандар мен хандардың сүйген жарын тарихта құрметтеп қатын деген мен әдейі қатын деп айтып едім есептесіп төредей затыңменен атақты бас істейтін адам болсаң бұны неге ойламадың басыңменен айқай диқандардай барлық адам еңбек қылсын қамбаңнан астық ағып көл боп тұрсын қамсырғызбас жүйріктің біреу едің бұл күнде топтан озып ерлеп тұрсын Абылай атам аюдың тілін тауып айдағармен тіл табысқан мен деп тұрсын бұл күнде сол атаңнан оза шауып оқушыңның тілін тапқан сен боп тұрсың әзіліме бұл неге жұлқынады мылқауды күндей берсең тіл шығады әр қазақты жанымнан артық көрем сөнбейтін күндей болсын ол тұраны ағайын бір қиқулап қойсаңдаршы айғайменен желпінер жылқы жаны Байдалының қасиетін қазақ білсе алтын құрсақ аналар рул туады сарастық жер ананың ырыздығы қастерлеп баптай білсең құлпырады достықтың биік шыңы адалдықта тағдырдың кездессе де мың сынағы достық мәңгі өлмейді досың барда маңдайыңнан аймалап нұр тұрады кең қошын құшағыма бір басайын қылышпен созған аяқ қырқылады ынтымақ дүниеге таласпауда қақым жоқ бүгін сізбен жараспауға ел бірлігі елімнің болашағы атқа қонар аздықты аластауға көкше жұрты сіздерді қимай тұрмын айтысты аз қалыпты аяқтауға достық мәңгі жасайды досың барда қазақ мәңгі өлмейді қазақ барда айқаяғы бәрекелді осы бір әдемі сөзбен аяқтайық осы айтысты Ерлан мен Сарқытбекке бір жақсылап шапалақтап қояйық